Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Айжан Серікбайқызы, 9 сыныптың химиясы, 25 параграф, бірінші а топша элементтері тақырыбы бойынша үй тапсырмасын бірге орындайық. Бірінші сұрағымыз қандай металдар сілтілік металдар деп аталады? Біз сілтілік металдар деп бірінші а топша элементтерін атаймыз. Яғни менделеев кестесін ашып қарайтын болсақ, бірінші топта тұрған а топша элементтері, яғни негізгі топша элементтері литий, натрий, калий, рубидий, цезий металдары сілтілік металдар болып табылады. Сілтілік металдар берілген топтардың қайсысына жатады? Жеңіл немесе ауыр? Жеңіл. Оңай балқитын немесе қиын балқитын? Оңай балқитын. Сілтілік металдардың электрондық құрылысының ерекшелігі неде? Ерекшелігі сыртқы қабатында бір электрон бар. Сілтілік металдардың формулалары берілген қосылыстардың атын атап, оларды алу реакцияларының теңдеулерін жазыңдар. Бірінші беріліп тұрған қосылысымыз біздің литий 2О деп аталады, иә? Литий 2О деп аталады. Нәтижесінде аталуы литий оксиді. Литий оксиді қалай алынады? Литийге оттекті қосу арқылы. Реакцияны теңестіру үшін литийдің алдына 4-ті қоямыз. Келесі қосылысымыз ол натрий OH, натрий оксид деп аталады. Натрийға суды қосатын болсақ, натрий гидроксидін ала аламыз. Реакцияны теңестірдік. Келесі қосылысымыз натрий гидриді деп аталады. Натрийге сутекті қосу арқылы аламыз. Келесі калий хлор. Ол калий хлориді деп аталады. Калийға H хлорды қосу арқылы алуымызға болады. Міне осы жерде реакциямыз теңеспей тұр, теңестіру керекпіз. Сутек екеу болып кетті, сондықтан да H хлордың алдына 2-ні қоямыз. Хлор екеу болып кеткендіктен калий хлордың алдына 2-ні, и калийдің алдына 2-ні қоямыз. Литий 3N дейді. Литий 3N. Бұл қосылыс бізде литий нитриді деп аталады. Литийға азотты қосамыз. Сол кезде литий 3N деген қосылыс алынады. Реакцияны теңестірейік. Азот екеу болып тұр, сондықтан да өнімнің алдына 2-ні қоямыз. Сол кезде литийіміз 6 болып кетті. Сондықтан литийдің алдына 6 деген коэффициентті қояды екенбіз. Соңғы қосылысымыз натрий фосфиді деп аталады. Фосфид. Натрийға фосфорды қосамыз. Фосфор 3 валентті бондтан натрий 3По деген қосылыс алынады. Натрийдің алдына 3-ті қоямыз. 5-ші тапсырма. Рубидий атомы құрылысының сызба нұсқасын сызыңдар, оны натрий мен цезийдің атом құрылысымен салыстырыңдар дейді. Рубидий дегеніміз бұл да сілтілік металл. Реттік номері 37, сәйкесінше 37 электрон бар. 37 электрон 5 энергетикалық деңгейден тұрады. Себебі 5-ші периодта орналасқан, бірінші қабатта 2 электрон, екінші қабатта 8, үшінші қабатта 18, 8, соңғы қабатында 1 электрон бар. Натриймен салыстыратын болсақ, натрийде 11 электрон бар. 3 энергетикалық деңгейшесі бар. Бірінші қабатта 2, 8, 1 электрон бар. Сонда салыстырып қарайтын болсақ, рубидийде, натрийде бір топта орналасқандықтан, екеуінде сыртқы қабаттарында 1 электронның бар екендігін көруімізге болады.
Алтыншы тапсырма сатылық металлдардың сумен қышқылдармен әрекеттесуінің реактивті теңдеулерін қарастырыңдар дейді. Сілік металдар өте белсенді, сондықтан да сумен де әрекеттесе алады, қышқылдармен де әрекеттесе алады. Сумен әрекеттескен кезде гидроксид алынады. Нәтижесінде бізде калий OH және H2 реакцияны теңестіреміз. Ал енді осы калийді қышқылдармен әрекеттестіретін болсақ, онда олардың белсенді болғандығының көрінісі қышқылдың құрамынан не істейді? Сутекті ығыстырып шығара алады. Жетінші тапсырмасы натрий мен калий металдарын керосиннің астында сақтайды. Егер металдарды ашық ауада қалдырса, олар қандай өзгерістерге ұшырайды? Жауаптарында реакция теңдеулерімен өрнектеңдер дейді. Натрий, калий өте белсенді болғандықтан, олар ауада қалдыратын болсақ, бөлме температурасында қалдыратын болсақ, олар мына ауадағы оттекпен әрекеттесіп, қопарылыс түзіп, реакцияға түседі. Мысалы, оттекпен әрекеттескен кезде калийдің оксиді алынады. Мысалы, натрий ауадағы оттекпен әрекеттескен кезде реакция жылдам жүріп, натрий оксид деген қосылыс түзеді. Келесі бізде 8-ші сұрақ, өзгерістер тізбегін жүзеге асыратын реакция теңдеулерін жазыңдар. Так. Натрий хлордан натрийді алу керекпіз, ол үшін жай ғана натрий хлоридін ыдыратамыз. Нәтижесінде натрий алынады және хлор бөлініп шығады. Хлор 2 болып бөлініп шығады. Енді біз реакцияны теңестіру үшін 2-ні қойдық. Осы алынған натрийға сутекті қосатын болсақ, натрий гидридін ала аламыз. Натрий гидридіне суды қосу арқылы натрий OH аламыз. Келесі натрий OH-ға мұрықшыл газын қосатын болсақ, натрий гидрокарбонатын аламыз. Осы алынған натрий гидрокарбонатын 2 еселеп ыдырататын болсақ, онда натрий карбонаты және көмірқышқыл газымен су алынады. Натрий карбонатына H хлорды қосатын болсақ, натрий хлориді және H2SO3 алынады. Соңғы реакция, алынған натрий хлоридіне азот қышқылын қосатын болсақ, бұл жерде алмасу реакциясы жүреді, аны алмасады иондар, сонда натрий NO3 алынып, H хлор пайда болады. H хлор. Міне достар, барлығын жазып шықтық. Енді мына 9-шы тапсырма дәл осыған ұқсайды. Тек металдардың орындарын ауыстырасыздар. Давайте өздеріңіз орындап көріңіздер. Енді бізде есептік тапсырмалар. Бірінші тапсырма белгісіз қосылыстың құрамында 4,6 грамм натрий, 0,2 грамм сутек, 2,4 грамм көміртек және 9,6 грамм оттек бар. Белгісіз қосылыстың формуласын анықтаңдар. Осы тапсырмалар берілетін болса, біз сразу не істейміз? Зат мөлшерін анықтаймыз, Зат мөлшерін анықтау үшін мынау берілген граммдарды элементтің аттық массасына бөлеміз. 4,6-ны натрийдің массасы 23-ке бөлеміз. Қатынасты қойып қоямыз. 0,2-ні бөлеміз 1-ге. 2,4-ті бөлеміз 12-ге. Және 9,6-ны бөлеміз 16-ға. 0,2 шығады мына жерден. Ана жерден 0,2, 0,2 және 0,6 шығады. Бұларды енді бүтін санға келтіретін болсақ, 2, 2, 2, 6 деп алатын болсақ, барлығын 2-ге бөлдірейік, Сонда жерде 1 болады, 1 болады, 1 болады, және 6, 3 болады. 2-ге бөліп жүрдік қой, 3 болады.
онда бұл деген сөз натрий біреу, сутек біреу, көміртек біреу, ал оттек үш деген мағынаны береді екен. Белгісіз затымыз натрий гидрокарбонаты. Келесі массасы 10 грамм сілтілік металл суда ерітілді дейді. Металл белгісіз сондықтан да ме деп жазып қояйық, иә. Сумен әрекеттескен екен. Нәтижесінде дейді 2,87 литр қалыпты жағдайда сутек бөлінді. Реакция нәтижесінде бізде металл OH алынады және сутегі бөлініп шығады. Реакцияны теңестіреміз. Мына жерге 2-ні қоямыз. Судың алдына 2-ні, металлдың алдына 2-ні қоямыз. Бөлініп шыққан сутектің көлемі 2,87 литр. Қалыпты жағдайда деп тұр, сондықтан асты 22,4 литр болады. Металлдың үстіне 10 грамм деп жазамыз да. 10 грамм деп жазамыз да, асты 2х болады. 2х болады. Так, давайте просто х дей салайық. Сосын 2-ге бөле саламыз, иә, шыққан өнімді. Енді осыдан х табайық. Шыққан мәнді 2-ге кейін бөле саламыз, иә. 10-ды көбейтеміз 22,4-ге бөлеміз 2,87-ге, сонда 78 шығады. Енді алдында 2 болды ғой, сондықтан да біз осыны 2-ге бөлсек 39 болады. Сонысын іздейміз. Атомдық массасы 39 болатын қандай сілтілік металл екен деп қарайтын болсақ, ол бізде не болады екен? Калий болады. Міне жауабымен сәйкес келіп тұр. Массасы 2,66 грамм сілтілік металлды хлордың артық мөлшерімен өңдеді дейді. Түзілген қатты затты суда ерітіп, ерітіндіге күміс нитратының артық мөлшерін қосты. Нәтижесінде 2,87 грамм тұнба түзілді. Бастапқыда алынған металлды анықтаңдар дейді. Есептің берген жазып қояйық. Сілтілік металлдың массасы 2,66 грамм, тұнба, бұл жерде аргентум хлориді. Массасы 2,87 грамм. Енді біз металлды табуымыз керек. Сілтілік металлда дәнерек тізімде осылай болады. Бұл жерде тұнбаның массасы беріліп тұр, 2,87 грамм. Тұнбаның зат мөлшерін тауып аламыз. Сол үшін массаны молекулалық массаға бөлеміз. Молекулалық массасы аргентум хлоридінің 143,5 болды. Сөйтіп 2,87-ні 143,5-ге бөлсек 0,02 моль шығады. Тұнбаның зат мөлшері ол металлдың зат мөлшеріне тең деп алып, металлдың да бұл жерде зат мөлшері 0,02 моль болады. Ары қарай бізге белгісіз металлдың массасы бар, зат мөлшері бар, молекулалық массасын таба саламыз. Ол үшін массаны массаны зат мөлшерге бөлеміз. 2,66-ны 0,02-ге бөлсек 133 шығады. Ол 133 деген молекулалық масса сілтілік металлдардың ішінде цезийге тән. Сонда жауабы бұл жерде белгісіз металлымыз цезий металы екен. Молекулалық массасы 133-ті құрайды. Міне осылайша біз есебімізді металлымызды анықтадық. Ары қарай 4-ші тапсырма. Массасы 12,4 грамм натрий оксидін суда ерітті. Қышқыл тұз алу үшін түзілген натрий гидроксидін бейтараптауға қалыпты жағдайда көміртек 4 оксидінің қандай көлемі жұмсалады дейді. Не берілгендерін жазып қойдық. Натрий оксидінің массасы беріліп тұр екен 12,4 грамм. Енді табу керекпіз көмір тек 4 оксидінің көлемін, иә? Давайте бірге орындайық. Натрий оксиді бірінші суда ерітті дейді. Сумен әрекеттестіріп натрий гидроксидін алған. Ары қарай осы алынған натрий гидроксидін дейді бейтараптауға көмір 4 оксидінің қандай көлемі қолданылған дейді. Енді берілгендерін жазамыз. 12,4 грамм натрий оксидін үстіне жазамыз. Асты қанша болады? 23-ті 2-ге көбейтеміз. Ол қосамыз 16-ны 62 болады. Сөйтіп, мына жерден x деп натрий OH-тың массасын тауып аламыз. 80. X анықтайтын болсақ, 12,4-ті көбейтеміз 80-ге, бөлеміз 62-ге 16 шығады. X-іміз 16. Осы пайда болған 16-ны мына жерге кеп қоямыз. 16, 80, x 22,4. Достар, тоқтай тұрыңыздар. Қышқыл тұз алу үшін деп тұр ғой, мына жерде қышқыл тұз алу үшін деп тұр. Так, онда мына жерде біздің
өніміміз өзгереді. Қышқыл тұз дегеннің құрамында сутек болады. Сондықтан да натрий H суы үш алынады. Натрий H суы үш алынады. Ол кезде мына коэффициенттер керек болмайды, иә? Сонда мына жерде мынау 40 болады. Енді x тауып көрейік. X тең қышқыл тұз алыну үшін деп тұр екен, иә? 16-ны көбейтеміз 22,4-ке. Бөлеміз 40-қа. Ну, 8,96 литр шықты. Мен жауабымен сәйкес келді. Ары қарай кеттік. Натрийдің карбонаты мен гидрокарбонаттан тұратын 60 грамм қоспаны қыздырғанда 2,7 грамм су түзілді. Қоспадағы натрий карбонаты мен натрий гидрокарбонаттың масса үлестерін есептеңдер дейді. Натрий гидрокарбонатын қыздыратын болсақ, бізде не пайда болады? Натрий карбонаты пайда болады, иә? Көміршіл газы және су пайда болады. Так, енді 2,7 грамм су түзілді дейді. Осылайша біз тауып алайық жаңа натрий гидрокарбонаттың массасын тауып алайық, иә? Енді молекулалық массасын есептейік. Натрий 23, оған 1-ді қосамыз, оған 12-ні қосамыз және 48-ді қосып 84 болды. Ол алдындағы 2-дей коэффициент көбейтсек, 168 шықты. Осыдан x табайық, иә? 168-ді көбейтеміз, 2,7-ге бөлеміз 18-ге. Сонда x-іміз 25,2 шықты. Енді массалық үлесін табуымыз үшін натрий гидрокарбонатының біз не істейміз? Массасын таптық қой, яғни мына 60 граммның ішінде 25,2 граммы натрий гидрокарбонат тиесілі екен, оны 60-қа бөліп 100%-ға көбейтеміз. Сонда 42% шықты. Армен қарай натрий карбонатын алу үшін просто так 100%-ын азайта салуымызға болады, иә? Немесе былай есептейміз, 60-тан азайтамыз, жаңағы 25,2-ні азайтып тастаймыз. Ой, менде жазбай қалды ғой. Отыз төртте сегіз, иә? Осы 34,8-ді бөліп 60-қа көбейтетін болсақ 100-ге, онда 58% болады. Ары қарай 6-шы тапсырма, массасы 54,6 грамм калийді 450 мл суда ерітті. Түзілген калий гидроксидінің массалық үлесін есептеңдер дейді. Берілген жазып қойдым. Шығару жолына келетін болсақ, реактивтеуін жазамыз. Калийға суды қосамыз. Нәтижесінде калий гидроксид алынады, иә? Яғни осы жерден калийдің массасы 54,6 грамм, асты 78, калий гидроксидінің үстіне x деп, осы жерден массасын тауып аламыз. X анықтаймыз. Бұл жерде x анықтау үшін 54,6-ға 112-ні көбейтіп 78-ге бөлеміз. Сол кезде калий гидроксидінің массасы 78,4 граммды құрайды. Ары қарай біз мына формулаға келтіреміз. Массалық үлестен масса еріген затты бөлеміз масса ерітіндіге 100%-ға көбейтеміз, иә? Бұл жерде еріген затымыз 78,4 грамм болып тұр, ал ерітіндінің массасы 504,6. 78,4-ті 504,6-ға бөліп 100%-ға көбейтетін болсақ, 15,5%-ды құрайды. Келесі тапсырмада берілгендерін жазып қойдық.
кристаллогидраттың формуласын анықтау керекпіз. Ең әуелі осы кристаллогидраттың зат молекулалық массасын анықтап алайық. Молекулалық массасы 176 грамм моль болды. Енді пропорция құрамыз. 70,4 граммда 176 грамм моль болса, ал 7,2-де x грамм моль деп пропорция құрып аламыз. Сонда x'іміз 18 грамм моль шықты. 18 грамм моль бұл бір сутекке тиесілі, иә? Бір сутектің де зат мөлшері 18-ге тең. Сонда кристаллогидраттың формуласы калий 2SO3 көбейтілген H2O. Яғни бір ғана су бар. Судың алдына ешқандай да коэффициент керек емес. Міне осымен үй тапсырмасы аяқталды. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Баршаларыңызға сәттілік.